Сәлем балалар, жаратылыстану сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі тақырыбымыз көлеңке қалай пайда болады. Сабағымыздың мақсатымен танысайық. Көлеңкенің пайда болу себептері мен ерекшеліктерін түсіндіру, денелердің жарықты шағылдыру қасиетін түсіндіру. Оқушылар мына көріп тұрған заттарды қандай топтарға бөлуге болады? Өзімізді тексереміз, заттарды мөлдір және мөлдір емес деп бөлуге болады. Суреттегі машине, картон, электршәйнек, топ бұлар мөлдір емес заттар. Бұл заттардың барлығына көлеңке түседі. Сонда көлеңке дегеніміз не? Ол қалай пайда болады? Мөлдір емес материалдардан жасалған заттардың айналасынан көлеңкені анық байқауға болады. Мына екі сызбаны салыстыр. Оның біріншісінде өзендегі судың қалай ағып жатқанын, ал екіншісінен күн сәулесі қалай таралып жатқанын байқауға болады. Ал сен не байқадың? Өзеннің қозғалысын көрсеткен сызықтар кедергіні айналып өтіп жатқандай көрінеді. Ал жарық әрқашан тікелей түседі, яғни көлденең сызық бойымен. Ол мөлдір және жартылай мөлдір материалдардан жасалған заттардан өтеді. Жарық мөлдір емес материалдардан жасалған заттардан өте алмайды. Яғни оларды айналып та өте алмайды. Жарық түзу сызық бойымен таралады. Мөлдір емес заттардың көбі жарықты өткізбейді. Соның себебінен мөлдір емес заттардың артында қара түсті дақ пайда болады. Бұл дақ көлеңке. Мөлдір емес денелердің көлеңкесі анық болады. Ал мөлдір денелерден жарық өтіп кетеді. Көлеңке жарық көзіне қарама-қарсы жақта пайда болады. Көлеңке бұл мөлдір емес заттың артындағы кеңістіктің жарық түспейтін бөлігі деп те атауға болады. Оқушылар, сендер ең үлкен көлеңкені қайдан көрдіңдер? Біздің ғаламшарымыздың көлеңкесін ең үлкен деп айтуға болады. Күн сәулесінің түзу таралуына байланысты жер бетінде күндіз болады. Керісінше жер бетінің артқы жағында көлеңке пайда болады. Қараңғы осылай түседі. Ал оқушылар, сендерге мынадай екі тапсырма, екі сұраққа жауап бер. Көлеңкенің пішіні өзгеруі мүмкін бе? Келесі сұрақ, көлеңкенің өлшемі неге байланысты өзгереді? Осы екі сұраққа жақсылап ойланып жауап береміз. Жауабымызды тексереміз. Жарық көзінің орналасуына байланысты көлеңкенің пішіні өзгереді. Көлеңкенің пішіні дененің өлшеміне және жарық көзінің артықшылығына байланысты болады. Және сондай-ақ бір затқа бірнеше жарық көзі түссе, заттың бірнеше көлеңкесі болады. Сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сен көлеңке деген не екенін және оның қалай пайда болатыны туралы білдің. Экспериментті жоспарлап жүргізуді меңгердің. Олай болса, оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.